Бәріңе сәлем оқушылар, микрофонда, как всегда, старый добрый Мадияр Тұрғанұлы. Бүгін бізде информатика нұсқасы емес, бүгін мат сауаттылық нұсқасы. Себебі мен сайтқа кірдім, сайтта информатикадан жаңа нұсқалар шықпаған екен. 5-6 рет сатып алып көрдім ақылы нұсқаларын, жоқ, тек қана сол талданып кеткен 3 нұсқа тұр. Сонымен бекер болмасын дедім де мат сауаттылықты ашып қарап көрген болатын. И давайте біреуін талдап тастайын, может сіздерге ұнайтын болар, может мен түсіндіргенім бір пайдасын берер деген оймен мат сауаттылықтың бірінші нұсқасын давайте тез бір 10-15 минутта талдап тастай салайық. Бірінші сұрақ бетеді. 112 беттік оқулықты бірінші беттен бастап нөмірлеп шығу үшін неше цифр қажет болатынын табыңыз дейді. Кеттік, ал бірден бастап 9-ға дейін 9 цифр керек, е? 10-нан бастап 99-ға дейін, так, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-ға дейін 10 цифры. И получается бізде 90 рет санаймыз, 90 сан, 2 таңбалы, и значит 12-ге өтеміз, 180 цифры болады. Әрі қарай уже 100-ден бастап 112-ге дейін 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. 13 сан бар екен. 13 сан. И 13-ге өтеміз, 39 болады. Енді үшеуін қоса саламыз. 9-ға 39 болса 48, 180-ге 48, это 228. Д вариант дұрыс болады екен. Кестедегі сандар арасындағы заңдылықты анықтап, x санның квадратын табыңыз дейді. Так, мында 3-тен 2-ні азайтсақ 1 болады. 7-тен 5 азайтсақ 2 болады. 9-дан 6-ны азайтсақ 3 болады. 11-ден 7-ні азайтсақ 4 болады. Мында, значит, 5 шығуға жете. X-тан 5 азайтсақ 9, значит, 9-ға 5 қоссақ x шығады. X тең 14-ке. Ал 14-тің квадраты 196. А варианты бізде дұрыс болады екен. Төмендегі сандар қатарының өзгеріс ауқымын құлашын табыңыз. Өзгеріс ауқымы дегеніміз максимумнан минимумды азайтуға тең. То есть 8,7-ден азайтамыз минус 6,5-ті. И получается 8,7 қосу 6,5 болады. 2, 14, ойдағымен 15. 15,2 шығады. Құмырада қызыл, ақ және көк тастар бар. Ондағы қызыл тастар ақ тастардан 2 есе көп. То есть қызыл тастар ақ тастардан 2 есе көп. Ақ тастар көк тастардан 3 есе көп. Егер бір тас кездейсоқ таңдалса, оның қызыл емес болу ықтималдығын табыңыз дейді. То есть бізде мынадан бүйтіп шығарсақ болады. А тең болады қызыл бөлінген 2. Мына жақта так. Либо біз бүйтсек болады ғой, да? Так, қызыл емес болу ықтималдығы. Қызыл болмауы қажет. То есть біз, по сути, қызылдың үлесін тапсақ, қалғандарының үлесі тоже белгілі болады. И сонымен бөле саламыз. Көк тең болады бізде, так. Ақ тастар көк тастардан 3 есе көп. 3 есе көп. Значит, көк тең болады А бөлінген 3-ке. А дегеніміз қызыл бөлінген 2. Қызыл бөлу 2, бөлеміз 3, тең болады қызыл бөлу 6 деген сөз. Қызыл бөлу 6. Көк тең болады қызылды 6-ға бөлгенге тең. Ақ тең болады қызылды 2-ке бөлгенге тең. Қызыл тең қызылдың өзіне. И бізде получается вот мынандай үлес болады. Енді біз ақ пен көкті қосатын болсақ, қызыл бөлу 6 плюс қызыл бөлу 2 болады. 6-тан береміз. Мұнда 6-ның өзін жазамыз. Так, 1-ді жазамыз мұнда. Мұнда 3 жазамыз. Қызыл плюс 3 қызыл тең болады 4 қызыл бөлу 6 болады. Получается 2 бөлінген 3 қызылға тең екен. 2 бөлінген 3 қызылға тең екен. Енді бізде жалпы мына жерде 2 бөлінген 3 қызыл плюс қызыл тең болады 1. Тең болады 1. Мына екеуінің қосындысы 2 бөлінген 3 қызылға тең болып тұр ғой. И плюс қызыл тең болады 1. Енді мына жақта
жалпы қызылдың үлесін тауып алу керек болады. Ну, 2 қызыл бөлу 3 болып тұрады мұнда. Так, мұнда 3-тен береміз. Мұнда. Так, давайте біз мына жаққа тиіспей тұра тұрайық. Так, 2 қызыл плюс 3 қызыл бөлінген 3 тең болады 1. 5 қызыл бөлінген 3 тең болады 1 дейді. И мына жақта қызыл тең болады 3 бөлінген 5. Так, 5 астына қарай кетеді, 3 үстіне қарай шығады, сонда 3 бөлінген 5-ке тең екен. То есть бізде 3-тен 5 бөлігі қызылға тиесілі болса, онда 1-ден азайтамыз 3 бөлінген 5-ті. Это получается 5 бөлінген 5-тен азайтамыз 3 бөлінген 5-ті. 2 бөлінген 5 бөлігі қалғандарына тиесілі екен. 2 бөлінген 5 бөлігі қалғандарына тиесілі болса, это 20-ны 5-ке бөлсек 0,4, типа. Ну, 2-ні 5-ке бөлсек 0,4. И бізде D варианты дұрыс болады екен. Ну, басқа тәсілмен ұзағырақ болар, то есть қысқарақ болар, мен алдында логикамен шығара салдым. 4 бізде D болды. Келесі, төмендегі суретте шаршы тәрізді волейбол ойнайтын алаң мен тең берілі тікбұрышты үшбұрыш тәріздес ойыншылардың демалыс алаңының сызбасы берілген. Демалу алаңы волейбол ойнайтын алаңның қандай бөлігін құрайтынын табыңыз дейді. 2-ден 1 бөлігін. Вот бізде волейбол, мынау демалыс, мынау жартысы болып тұр. 2-ден 1 бөлігі. Так, ары қарай кеттік. 6. Диаграммада Дананың сатып алған мектеп құралдары туралы мәлімет берілген. Егер барлық сатып алынған құралдардың саны 120 болса, бәрі 120 болса, онда түрлі түсті қағаз бен сызғыш сандарын анықтаңыз дейді. Түрлі түсті қағаз и сызғыш екеуінің санын анықтауымыз қажет. Ну, давайте мұнда біз сызғыштың санын анықтай салайық. Сызғыштың саны тең болады 120-ның 10%. Ну, 120-ны аласыз, 0,1-ге көбейте саласыз. 10% деген 0,1. Енді получается, мынау мен мынау қысқарады, 12 шығады. Сызғыштың саны 12 екен. Қалам бізде 30, дәптер 30, сызғыш 12. Түрлі түсті қалам 20% алады дейді. Ну, значит, түрлі түсті қалам тең болады 120 көбейтілген 0,2-ге. Мынау бізде қысқарады 0 мен 24 шығады. Вот бізде қалғандарының бәрінің саны бар. То есть, мына жерде қалам бізде 30, дәптер 30, сызғышы 12, түрлі түсті қалам 24. Мынаның қосындысы бізде не болады? 60. Мына екеуі. Мына екеуі бізде 36, 96 болады, 96. Бізде общий 120. 120 минус 96 тең болады бізде 24. 24 бұл түрлі түсті қағаз. Мынау бізде, значит, 24 екен. Мынау бізде, значит, 12 екен. Түрлі түсті қағаз бен сызғыш сандарын біз анықтадық. 24 және 12 деген С варианты дұрыс болады. 3, 7, 9 цифрлары арқылы цифрлары қайталанбайтын 3 таңбалы сандар құрастырылды. 9 цифрынан басталатын неше сан бар екенін анықтаңыз дейді. Біз 9-дан бастап 3 таңбалы саннан 937 құраламыз, 973 құраламыз. Бұл 2-ақ цифра бола алады, мұнда 2-ақ сан бола алады. 3 таңбалы болу керек, қайталанбау керек та. 37 или 73, и все, пожалуйста. 7 бізде С болды. 8. Әділбек үйінен 300 километр жердегі саяжайға дейін төмендегі 3 машинаның біреуін жалға алды дейді. Әділбек ең арзан болатын машинаны таңдаса, қанша қаражат төлейді дейді. 300 километр жүреді екен, әр 100 километр үшін жұмсалатын жанармай бізде міне көрсетілген. То есть бізде 300 километр жүретін болса, сразу көбейте саламыз әрқайсысын 3-ке. И бізде получается мында 15 литр біріншісі. Мына 12 литр, мында 30 литр. И біз көбейтеміз бағасына 195 теңге бізде бензин. Дизель 150 теңге. Газ 90 теңге. И қосамыз оған арендан, плюс 9000, плюс 7000. Енді қалғаны калькулятордың жұмысы.
калькулятормен біз есептеп жібереміз. 195 көбейтеміз 15, қосамыз 8000, 10925 екен біріншісі. 10925. Екіншісі 150 көбейтсем 12, қосамын 9000. 10800 шықты мынау. Үшіншісі 90 көбейтеміз 30, қосамыз 7000. 9700 шықты. 9700. Ең арзаны 9700, С варианты бізде дұрыс болады екен. 9. Әкесінің жасы қызынан 4,5 есе үлкен. 4,5 есе үлкен. Ұлынан 3 есе үлкен. Барлығының жастарының қосындысы 70-ке тең болса, ә қосу қызы плюс ұлы тең болады 70. Ұлының жасын табыңыз дейді. Біз ұлының жасын анықтауымыз қажет. Біз мына екеуінен әрі қарай бүйтіп жазыламыз. Қызының жасы тең болады әкесінің жасын бөлу 4,5-ке. Так, ұлының жасы тең болады әкесінің жасын бөлеміз 3-ке. Оларды мына жаққа кеп қоя саламыз. То есть ә қосу ә бөлінген 4,5 қосу ә бөлінген 3 тең болады 70. Енді ортақ бөлімді анықтай саламыз. Мұнда ортақ бөлім 9. 9 ә қосамыз. Мұнда 9-дан береміз, мұнда 2-ден береміз, мұнда 3-ден береміз. 2 ә қосу 3 ә тең болады. Так, тең болады 70-ке. Енді мына жерде әрі қарай 9-ға 2-ні қосамыз 11, 11-ге 3-ті қосамыз 14 ә болады. Тең болады 70, бөлеміз 9. Енді давайте қысқартып жіберейік. Мынаны 7-ге бөліп тастасақ, мұнда 2, мұнда 10 қалады. Так, 2 ә тең болады 90-ға. Так, мұнда 2, мұнда ә. Былайынан жазайық. Тең болады 90-ға. Әкесінің жасы тең болады екен 90 бөлу 2 тең 45. Әкесінің жасын анықтадық, енді ұлын анықтай салу керек. Ұлының жасы тең болады әкесінің жасын 3-ке бөлгенге тең. 45 бөлеміз 3-ке тең болады 15-ке. 15 деген А варианты бізде дұрыс болады екен. 10-шы сұрақ. Суретте кітап пен қораптың өлшемдері берілген. Бірдей өлшемдегі кітаптарды қорапқа салу керек. Бұл қорапқа осындай ең көп дегенде қанша кітап салуға болатынын анықтаңыз дейді. Мынау бізде В2, мынау бізде В1 болсын. В2-ні В1-ге бөле саламыз. Получается, 20 көбейтеміз 30 көбейтеміз 36. Бөлеміз 20 көбейтеміз 15 көбейтеміз 6. Қысқарады. Мынау қысқарады, 2 болады. Мынау қысқарады, 6 болады. 2 жерде 6, 12. Б варианты бізде дұрыс болады екен. Осылайша біз қысқада нұсқа бәрін шығарып тастадық. Пожалуйста, жауап парағы. 10-нан 10-ын алдық. Сау саламатта болыңыздар. Екінші нұсқаны қаласаңыздар осы арнада талдап тастаймын тоже. Тағы да 2 нұсқаны сақтап қойдым мына жерге слайдтарын. Пожалуйста, любой уақыт талдап шығара аламын. Лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, және де комментариймен қолдап кетсеңіздер. Сау болыңыздар.